Қуаныш Шонбай, екінші болма, 7-ші тарау. Дамудың тегін жолдары. Жазған кітабымның да әр адамның өмір сүруінің де мақсаты соңынан із қалдыру. Ол үшін бәріміздің де сапалы өнім шығарып, сапалы әрекет жасағымыз келеді. Және бұл дұрыс-ақ. Себебі адам өмірі сапалы болмаса, ол ешқашанда сапалы өнім шығара алмайды. Жақсы киінбейтін, пайдалы тағам жемейтін, салауатты өмір салтын ұстанбайтын адам дұрыс өнім шығармайды. Жақсы тамақ ішкен адам жақсы жұмыс істейді деп бекер айтпайды ғой. Қазіргі таңда тұрмыстық жағдайың жақсы болса, сенің сыртқы әлеммен бөлісетін энергияң да сондай жақсы. Біреумен келісімшарт жасасқанда, жұмысқа қабылдағанда, адамның сырт келбетіне, киген киіміне, қолындағы ұялы телефонына назар аударамын. Себебі өмірін сапалы қыла алмаған адам менің жұмысымды жақсы, жоғары деңгейде жасайтынына сенімді емеспін. Көлігі кір бола тұра, мейрамханамның ішін таза ұстайтынына кімге біл? Адам қандай болса, оның кәсібі де, істеп жүрген жұмысы да дәл сондай. Румиді ашпай тұрып, қарызға белшемнен батып жүрсем де, сапалы мейрамханаларға барып, дәмді тағам жейтінмін. Қарызға ақша алып, сол мейрамханада қалдырып кетемін. Бірде інім Дархан мырза менің досыммен мейрамханада отырғанымды көріп қалып, қарыздарымыз бастан асады, бизнесіміз жүрмей жатыр. Сен болсаң мейрамханада отырсын деп ұрысқаны есімде. Бірақ сол уақыттағы осындай әрекеттерім мені осы дәрежеге көтерді ғой. Адамдарға осыны жеткізгім келеді. Олардың қателігі өзін емес, жұмысын немесе бизнесін бірінші орынға қоюы. Бірақ жұмыс істейтін, кәсіпті дамытатын өз емес пе? Сол себепті өзімізге көңіл бөлуіміз керек. Кітаптың басынан аяғына дейін жазып, сенімен бөліскен тәжірибем мені осы деңгейге көтерді. Сапалы адам жақсы нәтиже көрсете алады, жеңіске де жетеді, жақсы ақша да табады. Егер өзін жеңе білсе, оқыса, дамыса, өзін және өзінің өмірінің сапасын жақсартса ғана. Жақсымен өткен жарты сағат. Сократ айтады: менің білетінім ештеңе білмейтінім деп. Жеңіске жетудің төте жолы өзіңнен ақылды, өзіңнен тәжірибелі адамнан үйрену. Қай саланы таңдасаң да сол саладағы авторитеттерді білуің керек. Қай салада да саған үйретері көп адам табылады. Олармен араласу көзқарастарыңды өсіреді, біліміңді тереңдетеді. Сонымен бірге ең жоғарғы орталарға есік ашады. Адамдардың көбі кездесулерге, танысуларға мән бермейді. Есесіне жақсы адаммен өткізілген жарты сағат өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алуы мүмкін. Сондықтан да өмірлік жолыңнан уақытыңды алатын, пайда әкелмейтін, ықпалы кері, әрдайым кедергі келтіретін адамдарға өз уақытыңды ысырап етпе. Майда жеңістер немесе гигантоманияның антипайдалары. Көпшілік гигантоманиямен ауырады. Бірден бастық болғысы, үлкен компания ашқысы, қомақты қаражат тапқысы келеді. Ақырында бірден ауқымды, үлкен жауапкершілікті мойнымызға артып алғаннан кейін тура сондай ауқымдағы сәтсіздікке ұшыраймыз. Кішкентай тетікті бекітіп жатса, ұшақ құрастырып жатырмын деп қиялдап кетеді. Ал сол сәтте сенен тек тетікті барынша сапалы бекітуге зейін қою ғана талап етіледі. Үлкен жобалармен ауырамыз да, кішкентай детальдардан қағыламыз. Бұл ертеңге әсер етеді ғой. Жеңіске жетемін деп, ауырғаннан гөрі жеңіске жеткізетін нәрселермен ауырған дұрыс. Білім, шешендік, талғам, елден өзгеше ойлау. Онымен бітпейді. Жеңіске кедергі келтіретін дүниелерді жолдан алып тастау қажет болады. Үлкен жеңістер көптеген кішігірім жеңістерден құралуы қажет. Қалай өзгертсем болады? Бизнесімді дамыту үшін не істеймін деп жазатындар өте көп. Айтарым бір-ақ сөз. Күнделікті кішігірім жеңістерге жетіп отыр. 21 күнде әдет қалыптасады дейді. Сенің сенімділігіңді арттыратын, дамуына септігін тигізетін әрекеттерден баста. Жүгір, дұрыс сөйле, әдептілік таныт, кітап оқы, өзіңе ұнайтын адамға ұқсауға тырыс. Кішкентай жеңістердің дәмін татпаған адам үлкен жеңістерге қол жеткізбейді. Өмірден ләззат алу. Жалпы біз қазақ жұмысқа берілген еңбекқор халықпыз ғой. Ешқашан өзімізге ақша қимаймыз. Бір затты қалап тұрамыз да отбасын ойлаймыз. Үйдің шаруасын бітіру керек, тағысын тағы. Дұрыс түсін. Үйге ақша апарма, отбасыңды асырама демеймін. Жай ғана әр жеңістен соң немесе жасалған жұмыстан кейін біз өзімізді марапаттай білуіміз керек. Бұл бізді алға итермелейді, әрі қарай жұмыс жасауға серпін береді.
Керемет іс тындырдың ба, өзіңе сыйлық алып қой. Жаңа телефон, автокөлігіңе қысқы дөңгелектер, жаңа көйлек немесе қымбат мейрамханада кешкі ас, шетелге саяхат дегендей. Ал біздің адамдар өзінен ақша аяйды, демалыссыз, марапатсыз еңбек етіп шаршайды, қажиды, өмірден түңіледі. Ондай жағдайда жеңіс түгіл, кішігірім жеңістерге де жетпейді. Себебі адам өмірден ләззат ала білу керек. Шымкентте керемет қылып екінші болма тренингін өткізіп мәз болып қайттық. Версус академиясының директоры Мейірбек мырза болса, демалмастан Астана қаласында өткізілетін дәріске қызу дайындық жүргізіп кетті. Оны жұмыстың ортасынан шығарып алып, дүкенге апардым. Шопинг адамды демалдырады дейді. Сондықтан да біз қымбат дүкенге барып, Мейірбек мырзаға қомақты қаражатқа киім алдық. Киімі жоқ емес, бар. Бірақ бұл Мейірбек мырзаның атқарған жұмысы үшін менің оны марапаттауым, оған деген көңілім толды деген сөз. Содан ол да көңілі көтеріліп, Астанада өткізілетін тренингтің қамына кірісті. Біз әр істі бітіргеннен кейін демалып, өмірден ләззат ала білуіміз керек. Жеңіске жетелейтін әдеттер. Өзімізді қаншалықты құдіретті сезінсек те, түптің түбінде қартайып, кішірейіп, топыраққа айналатын органикалық ағза ғанамыз. Мәңгілік өмірдің құпиясын ешкім тапқан жоқ. Оның керегі де шамалы сияқты. Біз басқа ғаламшарға ұшып, әлемді жаулауымыз мүмкін. Бірақ өте нәзік болып жаратылған ағзамызға тәуелдіміз. Сондықтан оны күтіп ұстау бізге міндет. Мұхтар Мағауин «Мен» деген романында өзінің басынан өткен бір жайды жазады. Кітапханалардан шықпай ізденіп жүрген кезінде ол дұрыс тамақтанбайды. Кітапханада қонатын кездерде болған. Ақырында асқазаны ауырады. Сонда жазушы өзінің миссиясына қандай қауіп төнгенін түсінеді. Ол алдына үлкен мақсат қойып, ізденіп жүрген жас ғалым. Бірақ егер денсаулығын құртып алатын болса, стресске тап болады. Назары мақсаттан ауытқиды. Бұл оның миссиясына төнген қауіп еді. Содан бастап ол өзін емдей бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір қасық бал жейді. Тамақтануын түсейді. Физикалық жаттығуларға да көңіл бөле бастайды. Солай асқазанын емдейді. Бәріміз де осындай көзқараста болуымыз керек. Өйткені біздің ағзамыз әзірге бізде бар ең қымбат қазына. Ол бізді мақсатқа жеткізетін құрал керек десеңіз. Осы ағзамыз барда ғана мақсатымыз бен миссиямыз, рухани ұмтылыстарымыз бар. Оның сыртында ештеңе де мүмкін емес. Сондықтан биохакингтің негізгі 3 постулатына тоқталғым келеді. Біріншіден, ұйқы гигиенасы. Адам ашықтан 5 күнде, не бір аптаның ішінде өліп кетуі мүмкін. Ал ұйқысыз 3-5 күнге ғана шыдайды. Бұл тақырыпта толып жатқан зерттеулер бар. Тәжірибелер де жеткілікті. Сальвадор Дали сияқты эксцентриктер 2 сағат қана ұйықтайтын суперменнің күн тәртібін жасаған. Әр 4 сағат сайын 20 минуттан 6 рет ұйықтайды екен. Никола Тесла одан сәл ұзағырақ ұйықтауды ұсынған. 2 сағат 20 минут. Түнгі 12-де ұйықтап, 20 минуттан кейін оянған, одан әрі түнгі 2 мен 4 аралығында ғана ұйықтаған. Уинстон Черчилль түнгі 3-те ұйықтап, таңғы 8-де оянатын болған. Түстен кейін 1,5 сағат сиестаға кеткен, яғни 6,5 сағат ұйықтаған. Бірақ бұлардың бәрі эксперимент еді. Ғалымдардың әртүрлі ұйқы паттерндерін зерттей келе, келген қорытындысы төмендегідей. 7-8 сағат ұйқы абсолютті қажеттілік. Дәл осындай уақыт ағзаның толыққанды дұрыс қызмет етуіне қажет. Өйткені ұйқы кезінде біз жай ғана тынықпаймыз. Жараларымыз жазылып, зақымданған жасушалар қалпына келеді. Ағза ояу кезінде ешқашан өзін емдей алмайды. Сондықтан да ауруханаларда адамды ұйықтатып тастауға барлық жағдай жасайды. Сергей Факе өзінің мақаласында Пенсильвания университетіндегі зерттеуді мысалға келтіреді. Онда 8 сағат ұйқының естен адасып кетпес үшін міндетті екенін дәлелденген. Факе сонымен бірге ұйықтамас бұрын көк түсті блоктап, ұйқыға кетерде бөлмені қараңғылап тастауды ұсынады. Ал жатын бөлме тым ыстық не суық болмау қажеттілігі түсінікті. Соңғы жылдары ғалымдар 18-19 градусты оптималды деген қорытындыға келіпті. Ең бастысы, ұйқы гигиенасын сақтау үшін белгіленген уақытта ұйқыға кетіп, белгіленген уақытта ояну керек. Екіншіден, дұрыс тамақтану. Бұл тақырыпта мыңдаған кітап бар. Олардың бәрінің айтатыны бір нәрсеге саяды. Қысқа қайыратын болсақ, қант пен тұзды азырақ пайдалану, не түбегейлі бас тарту. Суды мейлінше көп, тәулігіне 3 литрге дейін тұтыну.
консервіленген тамақтар мен бояғыш концентраттар қосылған жасанды өнімдерден бас тарту, фастфудты тұтынбау, табиғи өнімді рационға көбірек енгізу, оның ішінде әрине жеміс-жидекке басымдық беру. Алкогольдің зияны туралы да диетологтардың ойы бір жерден шығады. Ал етті шамадан тыс пайдалану ағзаға артық жұмыс екенін естен шығарып алатын сияқтымыз. Жаһандық жылынуға қанша алаңдаулы болсақ та, қазаққа еттен бас тарт деп айтуға дәтім бармайды. Жақсы жаңалық, ет жейтін болсаңыз, жылқының етіне басымдық беріңіз. Онда холестерин өте аз, тез қорытылады, ал қымыз тіпті қандағы холестериннің бәрін шайып шығады. Баяғыда қазақтың денсаулығы неге мықты болғанын осыдан ақ түсіне беріңіз. Сондай-ақ 30 күн оразадан бөлек аптасына бір не айына бір рет ашығып тұруды әдетке айналдырсаңыз ұтылмайсыз. 4 сағат сайын аз порциялармен жеу керегін еске салсам, артық етпейтін секілді. Румиден басқа жерде таусалмайтын тамағыңа тапсырыс берме. Үшіншіден, физикалық жаттығулар. Өміріміз тым жеңілдеп кетті. Баяғыда ата-бабаларымыз көшіп қонып, атқа мініп, үздіксіз қозғалыста жүрді. Адамзат о баста біздің балаларымыз көшпенділер сияқты табиғатпен етене бірігіп өмір сүруге жаралған. Бірақ урбанизация келді. Бәріміз тас қамалдарға бекідік. 4 қабырғадан шыға алмаймыз. Жұмсақ диваннан тұрғымыз келмейді. Айналмалы креслода күніне 8 сағат тапжылмай отырамыз. Мұның бәрі организм үшін шок. Әр дене мүшеңіз бұл жағдайларға әртүрлі деңгейде қарсылығын білдіреді. Сондықтан ауырмаудың бір жолы физикалық белсенділікті сақтау. Әрине, қазір жаттығу залына баруға уақыт жоқ. Сондықтан да HIIT трендте бұл әдістеме жайында ақпаратты да жаттығуларды да YouTube'дан таба аласыз. Оның авторларының айтатыны 10 минут болса да барынша күш салып жаттықсаңыз, нәтижесі көп күттірмейді. Ал жалпы көбірек жаяу жүруге, таңертең жаттығу жасауға, не жүгіруді әдетке айналдыруға тырысыңыз. Биохакинг деген өте заманауи, жаңашыл болып естілгенімен, бәріміз мектеп қабырғасында үйренген қарапайым қағидалар, эмоционалды интеллект. Қазақтың тәрбиесі жақсы, бірақ кейде көңіл күйді басқаруды үйретпейме деп қаласың. Әйтпесе неге көпшілік жерлерде даяшылары жұлқынып, сатушылары сілкініп отырады. Бұл дегенің біздің табиғатымызға қарсы. Бәріміз бала кезімізден бір нәрсені көріп өстік. Ол қонақжайлылық. Қонақ келгенде ішкен асымызды жерге қойып, қолымызда бар ең бағалы нәрсені алдына тосамыз. Мен осы қонақжайлылықты Румиге сипат етіп алдым. Басқа құпия жоқ. Starbucks'тағы адамдар неге жылы ұшырап тұрады? Олар Starbucks'та жұмыс істейтіндіктен емес. Керісінше, Starbucks онда осындай жылы жүзді адамдардың жұмыс істейтіндігінен ашық жарқын болып көрінеді. Ақылды адамдар айтады, егер дұрыс команда жинай алмасаң, қаржылық табысқа да жетпейсің дейді. Егер көңілді адаммен кездессең, қандай сезімде боласың? Өзіңде қуанып қалмайсың ба? Дәл солай, егер сен өзіңді көңілді ұстасаң, өзгелер де сенің жаныңа үйір болады. Жалпы, менің ұстанымым жақсы сөйлеу керек. Жақсы нәрсе айтпасаң, ештеңе айтпай-ақ қой. Айналаңдағы адамдарға мұқият зер салып жүр. Өйткені адам өзінің ойы мен пікірін ылғи да сөзбен жеткізе бермейді. Ол оның бет қимылында, жестінде, мимикасында жазылып тұрады. Осыны оқи білсең, өмір сүру жеңілдей түседі. Өзіңе де өзгелерге де көбірек пайда келесің. Уэйн Дайер айтады, сезім дегеніміз ара-тұра сізге келіп қонатын эмоциялар емес. Бұл біз өзіміз таңдайтын реакциялар. Егер эмоцияларымызды игере алсақ, өзімізді көп қатерден сақтай аламыз. Баяғыда Сократ айтып кеткен, адам өз ойларын басқара алады, ал эмоциялар ойдан туады. Демек, адам өзінің ойында, эмоциясында басқара алады. Оның миы, жүрегі өз таңдауымен ғана әрекет етеді. Басқа ешкім оған әмір жүргізе алмайды. Егер біреу саған, мен сені сүйемін десе, ол адам кез келген сезімде болуға ерікті, бірақ сені сүюді қалады деген сөз. Қаным басыма тепті десе, кез келген реакцияға ерікті, бірақ өзі ашулануды таңдады деп қабылдау керек. Осыны түсінуді эмоционалды интеллект немесе әлеуметтік интеллект дейді. Өз эмоцияларын басқара алу, өзгелердің эмоцияларын оқи алу және дер кезінде қолдау білдіре алу. Мұның бәр адамды жеңіске жетелейтін ең маңызды факторлардың қатарында. Практикалық интеллект. Білім алған дұрыс, IQ-ді көтерген дұрыс. Жалпы интеллектпен бірге практикалық интеллект деген болады. Біздіңше айтқанда өмірді білу, қоғамды білу, керек жерде, керек адамға керек сөздерді айта білу. Өмірді білу деген өз ойыңды айта білу, өзіңе керектіні ала білу, саған керек нәтиже болатындай дұрыс сөздерді қолдана білу. Ширақтық. Практикалық интеллектінің бір аспектісі бар. Қазақта оны ширақтық, пысықтық дейді. Десек те
Пысық деген сөзге көзқарас екі ұдай. Пысық десе, бәріне үлгереді, жылдам істейді, жолы болғыш, жеңіске жеткіш деген сөз. Және де пысықай десе, жүрмейтін жері жоқ, кіріспейтін ісі жоқ, бірақ ештеңені соңына дейін жеткізбейді деген мағына береді. Бұл жағымсыздау анықтама. Жалпы, бізде пысық адамнан гөрі момын адамды мысалға көп келтіріп, амбициядан гөрі ұяңдықты насихаттай ма деп қорқам. Меніңше, осы қатынасты өзгерту керек. Орыстардағы предприимчивость деген қасиет туралы айтып отырмын. Осы мағынадағы пысық болудан қорықпа, ширақ бол. Уақыт соны талап етеді. Өзіңе берілген бір ғана өмірді лузер болып өткізуге құқың жоқ. Сондықтан етің тірі болсын. Владимир Познер 8 жасында газет тасыған. Ричард Брэнсон 12 жасында Рождествода сату үшін шырша өсірген. Ол өзі өсіріп жатқан шырша бұтақтарын қояндар қырқып кеткенін айтады. Сонда ол қояндарды ұстап алып, көршілеріне сатып, бәрібір ақша жасапты. Жылап сықтап отырғанша бірдеңе істеу, әрекет етуді, жоқ жерден мүмкіндіктер жасауды бағалаймын. Мүмкіндікті күтіп отырмайтын, өздері жасайтын адамдар міндетті түрде жеңіске жетеді деп сенемін. Еңбектің қадірін неғұрлым ертерек түсінсе, соғұрлым табысты болады. Рухани интеллект. Дін туралы қай деңгейде ізденуді әркім өзі шешсін. Рухани білім дегенді мен басқаша түсінемін. Бұл өзіңнің рухыңды, ішкі ойлау жүйеңді басқара алу. Бұл дегенің өте көп ұғымды сыйдырады. Ол позитив ойлау. Өз ойы мен іс үшін жауапкершілік ала білу, өзіне және Құдайға деген сенім. Кез келген тұлғаның өзін дамыту тренингіне барсаң, позитивті ойлаудың қажеттілігі туралы айтады. Өйткені ең күшті материя адамның ойы, ал ойыңды өзің ғана түзей аласың. Демек, сен өзгермей ештеңе өзгермейді. Жалғыз проблема өзіңсің, жалғыз шешім де өзіңсің. Мысалы, Лада Калинаға мініп алып, жол ережесін сақтамайтын адамдар өздерінде осындай көлік болған соң жолды кесіп өтеді. Олар жолда тәртіп сақтамайтындықтан сондай көлік мінеді. Ең алдымен адамның ойын өзгерту керек. Егер ойлау жүйеңді өзгертсең, бәрі өзгереді. Ой тағдырыңызды жасайды. Стивен Кови мұны парадигма дейді. Осы парадигма демек өмірге деген қатынасың, ішкі мотивің позитив болу керек. Хелл Элродтың бестселлеріне айналған «Магия утра. Как в первый час дня определяет ваш успех» деген кітабы бар. Талай адамға ұсындым. Оқығандардың ішінде ұнамады дегені болған жоқ. Сол Элродтың қайталайтын бір қағидасы: күнде таңертең өзіңізге позитивті көңіл күй белгілеңіз дейді. Бүгін жоспарымның бәрі орындалады. Уақытқа баймын. Осылай позитивті ұйғарымдарды жиі-жиі қайталай беру керек. Бұл бір сектанттардың әрекеті сияқты көрінуі мүмкін, бірақ өзін дәлелдеген әдіс. Психосоматикалық медицинаның негізін қалаған француз психологы Куенің жеңісі ол пациенттерін күн сайын жақсы болып барам деп айтуға мәжбүрлейді екен. Нәтижесінде шынында да олардың жағдайы жақсарады. Брайан Трейси айтады, өмірдің ең маңызды сабағы ол сіздің қаламайтын дүниеңіз туралы айтпау және ойламау. Тек қана саған керек өзің қалайтын дүниені айт. Мүмкін қазір ауылда шығарсың, бірақ Астанада тұрғын келетін шығар. Астанада тұрамын де, ауылда тұрмаймын деме. Болмай қалса емес, болып кетсе дегенге дайын бол. Нейромаркетинг данышпандары болымсыз шақта сөйлеуге тыйым салады. Позитивті сөйле, өмірдің өзі позитивті нәтижелерді көбірек ұсынады. Мұны Американың ең ауқатты 500 адамының өмірбаянын сараптаған Наполеон Хилл да дәлелдеді. Бернард Шоу адамдардың көпшілігі жан-жағына қарайды да неге деп сұрайды. Мен жан-жағыма қараймын да неге болмасқа деймін. Бұл дүние мүмкіндіктерге толы. Әр минутта жаңа мүмкіндік сені тосып тұр. Әр қадам жаңа мүмкіндіктерді ашады. Өзіңді өзгелер сыйлайтын, құлақ асатын, пікірін бағалайтын адаммын деп есептесең, уақыт өте келе шынында да сондай адамға айналасың. Мүмкін бәрі сен қалағандай емес, кедергілер көп шығар. Мүмкін бүкіл дүние саған қарсы шыққандай сезімде болатын шығарсың. Бірақ өзіңді алда. Бәрі жақсы сияқты кейіп таныт. Сонда бәрі жақсара түседі. Өмірде театр деп те, спорт деп те қарауға болады. Бірақ спорттан айырмашылығы сенің жаттықтырушың өзің ғана. Сырттан біреу келіп көңіл күйіңді көтеріп бермейді. Өзіңе деген сенімді де өсірмейді. Өзің ғана осының бәріне жауаптысың. Тек қана әрекет, саналы әрекетің сені жақсы өмірге жетелейді. Жақсылық өзінен өзі бола қалады. Бақ құсы келіп басыма қона қалады деп күту әбестік. Өзінен өзі ештеңе де болмайды. Тағдыр деген тылсым. Тағдырды жаратқан Құдай сені де жаратты. Өмірге керектің бәрімен қаруландырды. Ақыл ой сана берді. Тылсымның бәрін сезетін жүрек берді. Шешім қабылдап іске кірісетін ерік берді. Күндердің күні әкімдік үй бере салады деп күтіп жүруге болады. Сөйтіп қартайғанша пәтер жалдап, қартайғанда далада қалуға да болады.
біздің де қолымызға қарға саңғыр деп өмір бойы күтіп жүре беруге де болады. Бірақ тек қана Құдайдың сәтін күтіп жүре беру аз. Оған дайындалу керек, әзір болу керек. Өмірдің беретіні тым көп. Алла сондай жомарт, тек қабылдауға дайын бол. Осыны түсінбей, бірақ интуитивті түрде бірдеңені төтпектеп, ылғита алға жылжитын адамдар болады. Түсініп, саналы түрде таңдау жасайтындар да бар. Осы екі топ дүниені алға жылжытады, жаңалықтар ашады, Марсқа ұшады, өзге ғаламшардан адамзатқа мекен іздейді, өз бетімен жүретін көлік шығарады, айфон ойлап табады, фейсбукты ойлап табады, жеңіске жетеді. Бірдеңені іздеп, тырысып жүретін адамдар көбірек табысқа жетеді. Кәсіпкер емес, тырыскер дейтінім де содан. Өзіңе сену. Ғажайып оған сенгендердің ғана уысына түседі. Өз күшіне сене алмайтын адамның жеңіске жетуі мүмкін емес. Дэнни Дидроның сөзі. Көп адамның өзі ғажайыпқа айналудың орнына сырттан келетін сиқырды күтіп жүретінін байқаймын. Бұл дұрыс емес. Құдайға сену керек. Достоевский бірде егер Құдай болмаса, оны ойлап табуға лайық еді деген. Расында Құдай бәрін жеңілдетеді. Күшті содан сұрайсың, тәуекелді соған тапсыра аласың. Ал дінсіз мүмкін шығар, бірақ қиын. Мықты мемлекеттер, дінге құрылған мемлекеттер, Рим империясы, Осман империясы сияқты ұзақ өмір сүрген империялардың бәрі дінге құрылған. 12 жасымда намаз оқыдым. Бұл біздің отбасымыз үшін қиын кезеңдер еді. Сол кезде дін болмаса жағдайым қиын еді. Анам, балам, Құдай бізді сынап жатыр дейтін. Сол сынақтардан аман өттік. Алайда, мұнда да адамның жеке қабылдауының маңыздылығын жоққа шығара алмайсыз. Жалаң діннің өзі бірдеңе шешсе, бүкіл мұсылмандар керемет болып кетер еді ғой. Ол адамның қолындағы құрал іспетті. Қалай сілтесең, солай әрекет етеді. Дін күш-қуаттың бұлағы ретінде жақсы. Қиналған кезде тіреу, рухани сүйеніш ретінде жақсы. Болашағың ғайып, жеңісің ғайып. Осы кезде Құдайға деген сенім болса жақсы, болмаса депрессияға шалдығасың. Өз басымнан өткендіктен айтамын. Депрессиядағы адамды да Құдайға деген сенім ғана алып шығады. Қайырлысы деген сөз жақсы. Байлық менталитеті. Жалпы, пендені әртүрлі нәрсемен сынауға болады ғой. Оның қиыншылық кездегі әрекеті, төтенше жағдайдағы әрекеті, асқан қуаныш пен асқан қасірет кезіндегі әрекеті. Мен үшін біреудің жеңісін қабылдауына қарап та адамға диагноз қоюға болады. Осы орайда мен білетін екі тип бар. Бірі өзгенің жетістігін көре алмайды. Бұл лузерлердің типі, ал екіншілер өзгенің жеңісін көргенде одан әрі шабыттана түседі. Оның өз мүмкіндігіне деген сенімі өзгенің жеңісінен әлсіреп қалмайды. Керісінше, өзгенің жеңісі оның жетістігін жақындатады. Өйткені басқа біреудің қолынан келген, оның да қолынан келетін анық. Және бір заңдылық. Өзінен озып кеткендерге түйе жағып сынайтындардың, қызғанып арыз ұйымдастыратындардың ешқайсысы ол биікке жетпейді. Өйткені билікке жету үшін адам рухани тұрғыда биік болу керек. Стивен Кови мұны байлық менталитеті дейді. Адамдардың көбі жетіспеушілік менталитет деп аталатын екінші сценариймен ойлайды. Репутация. Бауыржан Момышұлын алып қара. Көз алдыңа шыншыл, әділ, кесіп айтатын, кесек сөйлейтін нағыз батырдың образы келеді. Бұл оның соғыста көрсеткен ерлігі ғана емес, соғысқа дейін де, соғыстан кейін де күнделікті өмірде жинаған абыройының көрінісі. Қасықтап жинаған абыройды шелектеп төгу оңай деген тұрақты тіркес бар. Абыройды жинау қиын, жоғалту оңай, ұстап тұру маңызды. Егер адамдар саған сенбесе, олар сенімен бірге жұмыс істеуден бас тартады. Жобаңа ақша бөлмейді, серіктес болмайды. Сондықтан қай салада да өзіңе деген адамдардың сенімінсіз жеңіске жетем деп ойлама. Репутация сенің барың, әсіресе бизнесте. Кәсіпкерлік деген ойы мен қыры көп сала. Бір сәтте бүкіл әлем осында сияқты сезінуің мүмкін. Келесі сәтте оның бәрінен айырылып қалуың мүмкін. Сондай басына күн түскен жағдайда ер азаматты құтқаратын оның репутациясы. Егер сен жеңіске жетем деп шешсең, тура сол сәтте жақсы адам болам деп шешім қабылда. Мен бұл жерде мораль оқығалы отырған жоқпын. Тек жақсы адам болудың жеңіс үшін қаншалықты маңыздылығын ескерткім келеді. Принцип – адамның өзін бағалауының шкаласы. Принциптерден аттаған кезде өзіңе ұнамайсың. Принциптерге сәйкес кезінде өзіңмен келісімдесің. Я, біреудің жолын кесіп, аттап, таптап, алаяқтық жасап байып кетуге болады. Бірақ байлық жеңіс пе? Балабановтың культке айналған «Бауыр» деген фильмінде Данила сұрайтын еді. Күш неде? Мысалы, менің ағам айтады, ақшада дейді. Ал ақша бар дейік. Ал не болды? Мен ойлаймын, күш шындықта.
шындық кімнің жағында? Сол күшті. Сен біреуді алдадың, ақша жасадың, содан күшті болып кеттің бе? Жоқ, болған жоқсың. Өйткені әділет сен жақта емес. Әділет алданған адам жағында. Демек ол күштірек. Солай емес пе? Гай Кавасаки өз кітабында былай дейді: өнегелі адам болу деген өте құнды қасиет. Оның арқасында адамдар сізді әдепті, шыншыл деп санайтын болады және сізбен тілдескісі келеді. Оған қоса бұл құрметтің ең жоғарғы формасы мен мансаптың шыңы. Мен сіздің көп ақша тауып, үлкен мекеме құрудан әрірек барғаныңызды қалар едім. Және өнегелі адамның ең бірінші қасиеті деп жақсылықты қайтара алмайтын адамдарға жасауды айтады. Одан әрі марапат күтпей жақсылық жасауды айтады. Шынында да жақсылық үшін марапат кейде өзіңнің көтеріңкі көңіл күймен жақсылық жасадым деген сенімің ғана болуы мүмкін. Соның өзі жеткіліктіден де көп. Адам әлеуметтік жаратылыс және көбінесе оның тамақ ішуге, ұйықтауға деген қажеттілігі сияқты жақсылық жасауға да қажеттілігі болады. Өзіңді кем бағалама, жақсылықты риясыз жаса. Дисциплинаға үйрену. Адамның жеңісі армандарының масштабына және жоспарларының миссиясына сәйкес келетініне байланысты. Арманды миссияға, миссияны шындыққа айналдыратын құдірет дисциплина деп аталады. Көбіміздің үлкен жеңістерге жете алмайтынымыздың бір себебі өзімізді тізгіндей алмайтынымыз. Егер сенің де дисциплинамен жұмыс істеу керек екенін сезсең, ең алдымен қай салада кемшін түсіп жатқаныңды анықта. Мысалы, кей адамдар жоқшылықтың уысынан шыға алмайды. Ал одан шығу үшін біріншіден жұмыс істеу керек, екіншіден ақша жинау керек. Ақша жинау үшін дисциплина керек. Әр жалақыны, табыстың, кірістің 30%-ын жинауды әдетке айналдырып отыру қажеттігі жалпыға белгілі. Клемент Стоун айтады: егер ақша жинай алмасаңыз, ірілік те қолыңыздан келмейді. Үйіңде жинай алмасаң, сенімді бір адамға, анаңа, жолдасыңа, досыңа жалақыңның 30%-ын сақтау үшін беріп қой. Немесе жалақы алатын банкіңнен депозит ашып, карточкаңнан автоматты түрде аударып отыруды әдетке айналдыр. Болмаса, артық салмақпен күресіп жүрген шығарсың. Артық шоколад жеп қоймас үшін өзіңді сүйреп спортзалға апару үшін де дисциплина керек. Мүмкін темекі тастағың келетін шығар. Таңертең жаттығу жасауды әдетке айналдыра алмай жүрген боларсың. Келесі дүйсенбіден бастаймын, жаңа жылдан бастаймын дегеннің бәрі жай ғана сылтау. Саған керегі дисциплина ғана. Дисциплинаның негізі әрекетті әдетке айналдыру. Бір нәрсе әдетке айналғанда, ол ұнайды, ұнамайды, істегім келеді, келмейді деген категориядан шығып кетеді. Ол жай ғана әдетке айналады. Психолог Терри Кол Витакер айтады: кез келген әрекеттің әдетке айналу үшін 3 апта уақыт керек. 21 күннен кейін ол автоматты түрде істелетін болады. Темірдей тәртіпке үйрену үшін өзіңнің нашар әдетіңнің зардабын анықтауың керек. Дисциплинаның керектігін, оның зардабын бағаламайынша түсінбейсің. Оның бірден бір оңай жолы тізім жасауды үйрену. Тізімнің құдіреті. Мысалы, сен ақшаны көп жұмсайтын адамсың делік. Онда сатып алған заттарының бәрін ерінбей тізіп отыруды әдетке айналдыр. Бір апта, бір жай, бір жыл бойы жасаған тізімге қарағанда қанша ақшаны қажет емес заттарға жұмсағаныңды білетін боласың. Болмаса, қанша тәтті жегеніңді тізіп отыр, қанша калорияны артық тұтынып қойғаныңды, қанша қантпен ағзаңды улағаныңды есептеу оңай болады. Үздіксіз жалғасқан тізімдердің арқасында адам кішкентай әрекетін үлкенірек контекстте көре алады және сәйкесінше оның нәтижелерін де бағалай алады. Мысалы, қазір танымал бола бастаған кроссфит деген қозғалыс бар. Белгілі бір уақыт үзігінде адамдар қандай физикалық жаттығулар жасаған тізіп отырады. Онысы басқаларға да көрініп тұратындықтан адам өзін өзі шыңдауға, кешегісінен бүгін артық болуға тырысады. Бұл басқа мен емес, алдымен өзіңмен жарысу. Әрбір кішкентай жеңіс адамның бойындағы эндорфинді көтеріп жібереді. Егер жиі-жиі осы эндорфиннің көтерілгенін сезінсең, оған бой үйретіп қаласың. Келесі кішкентай жеңіске бейсаналы түрде ұмтыласың. Марк Аврели 2000 жыл бұрын медитация деген кітап жазды. Онысы тек қана күн сайынғы алғыс еді. Қазіргі смартфондарда көңіл күйіңді, ішімдік пайдалануыңды, ұйықтауыңды, диетаңды, физикалық жаттығуларыңды, шығыстарың мен кірістеріңді, қысқасы өміріңнің кез келген аспектісін тізіп отыратын қосымшалар толып жатыр. Өз әдеттерің мен эмоцияларыңды тізіп отыру, өз-өзіңе есеп беруге және өзіңді тәртіпке салуға көмектесетін жақсы құрал дер едім. Жеңістерді де тізіп отыру керек. Темекі шекпеуге шешім қабылдадың ба, оны атап өт. Күн сайын. Қанша уақыт темекісіз өмір сүрсең, соншалықты өзіңе деген бағаң артады.
грек философы Эпиктет кез келген жаман әдеттен арылу үшін 30 күн керек деген. Тізім жасауға күніне ұйқыға кетерде уақыт бөл. Қажет болса, телефонға ескертпе орнат. Бірақ тізім жасамайынша ұйқыға кетпе. Сократ айтқан, қандай ас ішіп, қандай жаттығу жасағаның үнемі қадағалап жүретін адамға дәрігердің керегі жоқ. Қысқасы, тізім жасау өзіңді жетілдіру жолында жүйелі қадағалаудың құралы бола алады. Сені біреу ұрса, қалай жауап бересің? Немесе проактивтілік туралы монолог. Өмірде әсер ете алмайтын нәрселер бар. Ауа райы, адамның өлімі, ақша бағамының өзгеруі. Қаласақ та, қаламасақ та, бұларды өзгерте алмаймыз. Бірақ әсер ететін нәрселер бар. Біліміміз, іс-әрекетіміз, табысымыз. Өзімізді дамыту арқылы басқа жайттарға әсер ете аламыз. Проактивтілік дегеніміз өрт лаулаған сәтте әрекет ету емес, өртті болдырмау үшін алдын ала әрекет ету. Сені біреу ұрған кезде жауап қайтару емес, сені біреу ұрмас үшін не істеу керегін ойлау. Мысалы, студент болып жүрген кезде жоғары оқу орнын бітіргенде жұмыс істеу керек. Оқу орнын тамамдағанда саған жұмыс берушілер кезекке тұру үшін әрекет жасау. Отбасыңның қашан ыдырап кететінін күтіп отырмау. Оны болдырмау үшін жарыңды сыйлау, оған гүл әкелу. Бұл проактивтілік. Егер біз болған жағдайға реактивті емес, проактивті көзқараспен қарасақ, біздің өміріміздегі көптеген кері әсер тигізетін жағдайлардың болмауына әсер ете аламыз. Осы қағиданы дұрыс ұстансақ, көптеген жеңістерге жете аламыз. Бұл соңғы тарау. Тарауға байланысты кітаптар мен фильмдер тізімін комментарий бөлімінен көре аласыз. Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудио кітаптарымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.